Әңгіме басталмас бұрын арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Ай, жаратқан, мен қай жерде қателестім екен, Деп бастадым әңгімені. Келінімнің қылығын ойласам-ақ көкірегім қарс айрылып. Бірақ олай сезінуіме себеп бар еді. Мен бұл үйге керін түсірген күнді әлі күнге дейін қуанышпен есіме алатынмын. Бала деген басындағы бақ, келін деген қос қанатың, қыз деген өрісің деп үнемі айтып жүретінмін. Келінім ағаш келген кезде күлімсіреп, мама деп өзімді еркелетіп, шайынды дайындап беретін. Мен де соған мәз болып, жақсы келін түсірген екенмін деп жүрдім. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгерді. Бір күні түнде су ішейін деп асханаға шықсам, келінім телефонмен біреуге сөйлесіп екен. Даусы бәсең, бірақ реніш, ашу сезіледі. Өзі бәріне араласа береді. Бұлай өмір сүре алмаймын, бір амалын табам, деп айтты да менің келе жатқанымды байқап қалды. Екеуміз бір-бірімізге қарап қалдық. Мен жай ғана: "Қызым, ұйқың келмей ме?" дедім. Ол болса көзін тайдырып: "Жай, су ішіп тұрғанмын, мама", деді. Сол күннен бастап жүрегімде бір түйін пайда болды. Бұл сөз кімге айтылған? Кімді араласқыш дейді деп іштей ойладым. Бірақ дәлел жоқ. Алланың берген келіні ғой деп өзімді тоқтаттым. Уақыт өтіп, күдігім қоюлана бастады. Ұлым Аян бұрын маған қатты жақын еді. "Мама, не істеп жатырсыз? Мама, тамақ пісіреміз бе?" деп жанына ертіп жүретін. Ал соңғы айларда өзгерді. Тым-тырыс. Түн бойы жұмыстан келіп, келінімен бөлмесіне кіріп кетеді. Бір жолы есіктің ар жағынан келіннің сыбырлаған үнін естідім. "Аян, бізге бөлек тұрған дұрыс. Мама сізбен өмір бойы бірге тұрады деп ойлайсыз ба? Бізге еркіндік керек. Анаң сізбен емес, өз тіршілігімен өмір сүрсін, үйренсін. Біздің отбасы өз алдымызға отбасы." Сыбыры жай ғана сөз емес, жүрегіме қадалған ине секілді тиді. Сол жерде-ақ дауыс салып кіріп барғым келді. Бірақ ана жүрегі ғой, үндемедім. Бәлкім менікі қате шығар деп тағы да өзімді жұбаттым. Күндердің бір күні кешкі шай ішіп отырғанда Аян күтпеген жерден сөз бастады. "Мама, сіз бізбен тұрмаңызшы бір үйде", дедім әрең дегенде. Ол болса көзін тайдырып: "Біз жаспыз, өмір сүруіміз керек. Сізге ештеңе емес қой, апамның үйіне барып тұрасыз." Сол кезде мен бәрін түсіндім. Ұлымның аузы қозғалғанымен сөз келіннің ішінен шыққанын білдім. Ана жүрегі ешқашан алдамайды. Келінім күнде улап жүрген екен-ау деп ойладым ішімнен. Сол түні көз ілмедім. Ұлымның бала күнгі күлкісі, мені мама деп құшақтап жүгірген кездері бәрі есіме түсе берді. Жүрегім езіліп, жас көзіме тығылды. Мен надан емеспін. Ешкімнің босағасын бекер аттамадым. Жай қыз деп кемсітуге менің құқым жоқ. Бірақ келінімнің ниеті бұзық па деп ойлай бердім. Сол үшін дәлел жинай бастадым. Келінімнің мінезі өзгергенін, маған деген құрметтің жоғын, ұлыма жасаған сабақтарын бақылап жүрдім. Сөйлеген сөздерін, әрекеттерін, тіпті қонақ келсе қалай сөйлейтінін бәрін көріп біліп, ішіме түйіп, жүрегіме сақтадым. Бірде келінім тағы да телефонмен сөйлесіп жатты. Бұл жолы дауысы қатқылдау. "Мен оны шығарамын бұл үйден. Аз қалған сияқты. Аянды өзіме қаратып алдым. Тағы бір-екі рет сөйлессем болды", деді. Сол сөзді ести сала ішімнен: "Жетеді", дедім. Сол күннен бастап мен келінге басқа көзбен қарадым. Бірақ сырт көзге сабырлы болдым. Қазақ: "Әйелдің айласы 40 есекке жүк болады" дейді ғой. Мен ол 40 есектің жүгін арқалап жүрген жан емеспін. Мен анамын. Мен ұрпақ жалғастырған әулеттің түп тамырын ұстап отырған адаммын. Ешкімнің шаңырағымды шайқалтуына жол бермеймін. Келін бұл тыныштықты өзі жеңіс деп ойлады бәлкім. Себебі тіпті ашықтан ашық мінез көрсететін болды. "Мама, менің бөлмеме кіре бермеңізші. Мама, Аян екеуміздің жоспарымыз бар. Мама, қай жерде не істейтініңізді бізден сұрап жүрміз." Міне, осының бәрін мен үнсіз жинадым. Бір күні Аян жұмысқа кетіп, келінім үйде жалғыз қалды. Мен ас үйде тамақ дайындап жатқанмын. Ол болса телефонмен сөйлесіп жүр. Ол өзі де біліп отыр, бірақ үндемейді. Ақымақ қой, қуып шығам, әлі-ақ шығам. Міне, осы сөз мені тоқтатты. Сол сәтте оның бетіне тура қарадым. "Кім ақымақ?" дедім баяу ғана. Келінім селк ете қалды. Телефонды тез сөндірді де мен жаққа бұрылды. Жай, сіз емес, мама." "Жоқ, қызым, мен ақымақ емеспін. Сөзімді түгел естідім." Ол не айтарын білмей тұрып қалды.
Сенің әр сөзімді, әр әрекетіңді көріп біліп жүрмін, дедім сабырмен. Аянды маған қарсы қойып жүрсің. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Ана жүрегін ешқашан жеңе алмайсың. Ол қызарып, мен ештеңе істеген жоқпын деп айқай салды. Жарайды, дедім. Сонда неге мені бұл үйден шығарғың келеді? Не үшін? Не пайда табасың? Керінім үндемей қалды. Көзін тайдырып, бірден басқа жаққа қарады. Әне, міне, шындық қылт етіп шыға бастады, дедім ішімнен. Түстен кейін Аян келді. Мен оған ештеңе айтпай жүредім, бірақ уақыт келді. Балам, дедім, сен маған соңғы кезде қатты өзгердің. Неге? Ол үндемеді. Келінім артында тұр. Мен сөзді жалғадым. Сенім сөзің емес, келінімнің сөзі жүр. Мама, олай демеңіз, деді Аян. Мен бәрін естідім, балам. Түнде, күндіз, есіктің ар жағынан, телефондағы сыбырларын, бәрін. Мен бәлел жинап жүрмін. Аян келініне бұрылды. Шын ба, деді. Келінімнің түрі бозарып кетті. Ол жоқ деп айтқысы келді. Бірақ аузы ашылып, жабылып, сөзі шықпады. Сол күні кешке ұзақ әңгіме болды. Жылап талдық, ауыр сөздер де айтылды. Аян мен келіні ұзақ сөйлесті. Мен араласпадым. Бірақ бәрінің нүктесі қойылды. Ертеңіне келінім өз заттарын жинай бастады. Қайда барасың, дедім. Өзімнің төркініме, ойлану үшін, деді. Жарайды, ойлан. Бірақ бұл үйді шайқалтуға болмайды, қызым. Ер мен әйел бірін-бірі сыйламаса шаңырақ қирайды. Ана мен келін бірін-бірі құрметтемесе әулет күйрейді. Ол үнсіз басын изеді. Сол оқиғадан кейін бір ай өтті. Келініміз қайта оралды. Бірақ бұл жолы өзгеше. Үнсіз, салмақты. Маған қарап, мама, кешіріңіз, деді. Мен оны құшақтап. Қазақтың келінісің. Босағаннан аттадың ба, қызымсың. Бірақ отқа май қиятын келін емессің. Оны біл, дедім. Аян да бұрынғыдай маған жылы шырай таныта бастады. Үйіміз қайтадан өз қалпына келе бастады. Мен сол оқиғадан бір ғана сабақ алдым. Ана ешқашан ақымақ болмайды. Ана сезімі ешқашан жаңылмайды. Келінім үйге қайта келген соң, бәрі бірден өзгеріп кетті деп айта алмаймын. Мама деп жымыңдағанына қарасамда, оның жанындағы әлдебір күмәнді сезетінмін. Бірақ мен де өмір көрген адаммын. Жас қой, әлі біртіндеп түзелер деп өзімді сабырға шақырып жүрдім. Аян екеуміз бұрынғыдан да жақындасып кеттік. Кешкі шайда отырып, мама, сізге жаным ашыды дейтін. Балам, әр үйдің өз дауы, өз жарығы бар. Жассыңдар, үйренесіңдер. Шынымды айтсам, жаным қайта тынышталып келе жатқандай болды. Алайда тыныштық ұзаққа бармады. Бір күні кешкісін келінім беті төмен қарап, қолында бірдеңе бар секілді қып ас үйге кірді. Мама, сізбен сөйлессем бола ма, деді. Даусында біртүрлі діріл бар. Мен орындыққа жайғасып, айта ғой қызым, дедім. Ол күрсініп алды. Мама, мен сізді ренжіткім келмейді. Бірақ менің ішімде бір өкпем бар. Өкпе? Мен аң-таң болдым. Қандай өкпе? Сіз мені ешқашан толық қабылдамадыңыз, деді де көзіне жас алды. Қалай, дедім. Мен сені қызым деп жүрмін ғой. Жоқ, сіз сырттай сабырлысыз. Бірақ менің әр қадамымды аңдып жүрдіңіз. Менің әр сөзімді тыңдап, Аянға шағым айтып, менің жүрегім шым ете қалды. Міне, ең ауыр кезең басталды. Қызым, дедім сабырмен, сен мені бұл үйден шығарып тастамақ болғанда, мен үндемей отыра берейін бе? Мама, мен ондай оймен айтқан жоқпын. Әй қызым, өтірік айтпа. Ана алдында өтірік өтпейді. Келін үнсіз жылап тұрды. Сол кезде асхана есігінен Аян кіріп келді. Біз екеумізді көріп, бірден елең етті. Не болды, деді. Келін бірден жылап оған қарай жүгіріп. Аян, мама мені әлі де жек көреді. Мені түнде тыңдап жүреді. Мені аңдыды, деді. Мен орнымнан тұрдым. Аян, тыңда мені. Мен ешкімді аңдыған жоқпын. Мен тек сендердің отбастарың бұзылмаса екен, дедім. Әйелдің жылауы еркекті кейде есінен адастыра жаздайтынын мен бұрыннан білетінмін. Аян бір сәтке келінім құшақтап, мама, шынымен сіз оған сенбей жүрсіз бе? Бізді қайтып жарастырдық қой, деді. Менің жүрегім қайтадан қарс айырылып кеткендей болды. Сол түні мен өз бөлмеме кіріп ұзақ отырдым. Қолым дірілдеп, жүрегім қысып. Құдай-ау, бұл не қылған сынақ? Бұлар мені қайта жек көріп кетті ме? Мен бәрін жинадым, бәрін түзедім деп едім. Сосын өз-өзіме жоқ дедім. Мен бұл үйден қашпаймын. Мен жау емеспін. Бәрін түзетуге тырысамын. Бірақ келесі күні жағдай күрт нашарлады. Таңертең ас үйде келінім тұр. Беті суық. Мама, деді, егер сіз мен туралы былай ойлай берсеңіз, бізге қиын болады. Мен не істеп қойдым? Сіз менің әр әрекетімді сынайсыз, қадағалайсыз. Ұлымды маған қарсы қоясыз. Қызым, бұл сөздердің бәрі бос. Мен ештеңе істеп жүрген жоқпын. Мен сеземін. Әйел жүрегі сезеді. Мені осы сөзі қатты тітіркендірді. Әйел жүрегі сезет дейсің бе? Ал ана жүрегі ше? Мама, сіз бізге кедергі жасайсыз. Бізден алысырақ тұрсаңыз?
Міне, тағы жолдың басына келдік. Мен оның сөзін бөліп, «Қызым, сен мені бұл үйден шығарып жіберуді тағы да бастайын дедім бе?» дедім. Ол үндемеді. Аян бәрін естіді. Көрші бөлмеден шыға келген Аян. «Екеуіне yorысып тұрсыңдар» деді. Келінім жылап оған қарай жүгірді. «Аян, мама мені түсінбейді. Ол мені әлі қабылдаған жоқ». Мен Аянға қарап, «Балам, келін екеуміз сөйлесіп жатқан едік. Ешқандай дау жоқ». «Жоқ, мама, сіз оны және ренжітіп жатырсыз» деді. Менің жүрегім тағы ауырды. Апырай, бәрі қайтадан қайталана ма? Сол түні мен екеуін отырғызып ашық сөйлестім. «Балалар» дедім, «мен сендерге бір нәрсені түсіндірейін. Мен бұл үйдің иесі емеспін. Бұл үй сендердің үйін. Мен сендерге сүйеніп қалған жан емеспін. Мен кез келген күні өз күнімді өзім көре аламын». Келінім басын төмен салбыратты. «Бірақ бұл үйдің берекесі үшін мен сендермен алысып жүрмін. Мен сендерге жамандық ойламаймын. Егер менің бар болуым расымен сендерге ауыр болса, мен кетейін». Аянның да келіннің де көзі шарасынан шыға жаздады. «Мама, жоқ» деді Аян. «Жоқ, мама, олай демеңіз» деді келінім де. «Мен кетейін, бірақ бір нәрсе айтайын. Отбасыларыңды бұзбаңдар, бір-біріңді тыңдаңдар, бір-біріңді сынамаңдар. Жассыңдар, даналық жылдармен келеді». Бөлме тынышталып қалды. Олар маған күтпеген жауап берді. Келінім жылап тұрып, «Мама, сіз кетсеңіз, біз бұзыламыз. Сіз кеткенде көп нәрсе жоғалып кететіндей көрінеді. Мен сізді анамдай көргім келеді. Бірақ білмеймін, кейде өзіңді дұрыс ұстай алмай қалам». Бұл сөз мен үшін күтпеген turning point болды. Аян да келінді құшақтап, «Мама, кетпеңіз. Біз бәрін жаңа бастайық». Мен екеуіне ұзақ қарадым. Ішімде бір тыныш дауыс. «Бұл тағығы бір сынақ. Сен оны да өткізуге тиіссің» деді. «Жарайды» дедім, «бірақ бір шартпен». «Қандай шартпен?» деді келінім көз жасын сүртіп. «Бәріміз ашық сөйлесеміз. Енді ешкім сыбырламайды. Ешкім ойында жамандық сақтамайды». «Жарайды» деді келінім. Осылайша біз ұзақ, ауыр, бірақ шынайы сөйлестік. Бір-біріміздің ішкі реніштерімізді жайып салдық. Бір-бірімізді тыңдадық. Және сол күннен бастап біздің үйде жаңа дәуір басталды. Бірнеше ай өтті. Келінім өзгерді. Мен де өзгердім. Аян да өзгерді. Бір күні келінім шай қойып жатып, «Мама, сіз үйде болғанда үй жылы болады. Үйде адам бардай сезіледі» деді. Мен жымиып қойдым. «Қызым, сен де бір күні ене боласың. Сонда бәрін түсінесің». Келін күліп жіберді. «Иә, сол кезде өз келініме сіз сияқты сабырлы болсам екен, мама». Мен ішімнен, міне, Алла берген тыныштық осы болар деп ойладым.